Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Арнама қош келіпсіздер. Біз бүгін алтын булочкалар дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен керек заттар 200 грамм жылы сүт. Мен магазиннің сүтін қолдандым. Сосын 1 шай қасық тұз қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бізге 50 грамм қант керек болады. Сосын 30 грамм дрожж, яғни ашытқа қостым. Сосын жақсылап араластырып 5 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Міне осылай реакция жүреді. Содан соң 1 жұмыртқа. Сосын май қостым. 82% май керек болады. Міне осылай жақсылап араластырып. Май қатты ыстық болмау керек. Немесе үй температурасында тұрған майды қолдансаңыздар болады. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды жақсылап бөліп араластырып қосып отырып қамыр илейтін боламыз. Не, көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап илеп. «400 – 500 грамм ұн кетеді. Енді сіздердің ұндарыңыздың тығыздығына байланысты. Міне тағы да ана жақта қолға жабыспайтындай болу керек. Сол үшін мен тағы да електен өткізілген ұнның жартысын қостым. Осылай жан-жағында қалдырмастан жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Тіпті қолдарыңызға да жабыспайды. Не осылай. Қамырымыз дайын болып келе жатыр. Осылай жан-жағынан барлығын түсіріп, қосып, илеп алсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 1 немесе 1,5 сағатқа бетін жауып көтерілуге жіберетін боламыз. Міне менде уже көтеріліп шыққан түрі. Осылай керемет болып көтеріліп шықты. Қолға жабыспайды, ұн немесе май қолданудың қажеті жоқ. Осылай домалақтап, илеп алып, бөліктерге бөлеміз. Менде 12 бөлікке бөлінді. 70-80 граммнан бөліп алсаңыздар болады. Осылай домалақтап дайындап алдым. Ыңғайлы болу үшін. Содан соң домалақтап алған қамырымыздың бетін целлофанмен орап қойсаңыздар болады. Міне осылай. Және шетінен алып істете бересіздер. Мен рогалик тәріздегі булочкиді істемекші болдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі тәсілмен істесеңіздер болады.
Мен ортасына вареный сгущенка қостым. Менде қантты вареный сгущенка болған соң, кішкене ішінде сахар бар. Міне осылай домалатып кесіп алып орайтын боламыз. Уайымдамаңыздар, іші толық пісіп шығады. Сосын 180-200 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минутта пісіп шығады. Бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып бетіне жақтым. Өздеріңіздің қалауларыңызша мак сепсеңіздер болады. Міне менде пісіп шыққан түрі. Мен сахарная пудра септім. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.